Мына сурет Тифлисте жасалынған, Тбилисиде 1919 жылы Мустафа мен Марияның ең алғашқы оригинал суреті. Осы сурет Бақтапайдың үйінде тұратын. Енді осы оригинал портретті Мустафа Шоқай мен Марияның пәтерінде ілініп тұрған қабырғасында мен Әбдіуахап ағама табыстасам деп едім. Енді мен де апарып бұны мұражайға өткізе салсам болар еді. Менің ешқандай еңбегім сіңген жоқ Мустафа Шоқайдың еңбегін зерттеуге. Еңбегі сіңген осы жерде Әбдіуахап ағам отыр. Ағам өзі қай мұражайға қалай өткізем десе де, ағам өзі білсін. Сондықтан мен ағамға ағам сізге аманат. Қайтты әріптестер, тектілік деген осы Гүлбаршыннан көріп. Бұл көзі Шауып Астанаға мүзеге өткісті болар еді, жақсы да ата қалар еді. Бірақ ол көзі Мустафа Шоқайды ардақтап, оны зерттеген адамдарды ардақтап, бұны маған тапсырып отыр. Сондықтан Гүлбаршын, үлкен тектілік танытын сізге рахмет. Жал мен Мұстамға апарып жүрмейін, сен мана жақсы сақта. Бүгін Астанада екеуміз жақсы бір іс-шара өткізіп, тағы да менде бір жақсы хабарларды бәрін қосып өткізетін боламыз. Саған мен алғысымды айтам. Бұл сенің Мустафа Шоқайға деген құрметің, бұл сенің ғылымға деген құрметің, бұл сенің ағаңға деген құрметің. Көп рахмет. Енді Мустафа Шоқайдың Әлім Алматтың аманатын мен ағама табыстадым. Ағам маған қайтадан өзіме аманаттық табыстадыңыз ғой, Алла қаласа, мұражайға өткенге дейін менің қолымда болады. Уәде берем, қай мұражайға өту керек екенін, қай уақытта болатындығын ағам қай күн айтады, сол күн өткіземіз.